Таң қылау бере көзін тырнап ашқан Айша іргелес жатқан көрші елге сауда жасамаққа жастығынан бас көтерді. Онсыз да түнімен түрлі тәттілерін пісіріп тым кеш жатқанды. Небәрі бірнеше сағат көз шырымын алып, әне тағы да ерте тұрып барады. Осыншама бейнетіне қарап Айшаның жас шамасын ересек көріп отырған боларсыз. Жоқ, Айшаның жасы бар болғаны 14-15-те. Сабағы түскі ауысымда болған соң, таңертең мен ерте 5-те таңын атырып, тіршілігіне бет бұрады. Айша отбасындағы 3 қыздың тұңғышы. Ұл бала нәсіп болмаған бұл шаңырақта тұяғым деп түңілетін ешкім жоқ. Жаратылысы қыз демесең, тірлігі ерден ары. Құлымбет пен Айғанның тұңғыш қыздары деген аты болмаса, апасының қызы Айша. Құлымбет істің адамы. Томаға тұйық, ауыр мінезді жан. Ауыл бейнесінде қайтпас мінезімен, адалдығымен есте жүреді. Айған болса керісінше. Ашық жайдары, жабырқап жүрген кезін көрмейсін. Адуанды енеге де төзіп, қабағы көтеріңкі жүрмейтін, болмысынан мінезі ауыр жұбайының барына көніп, жоғына төзіп жүрген жан. Ара тұра ұл тумадым деп кейгені болмаса, үнемі күліп жүреді. Сірә көп күлімдеп жүретіндер ауыр мұңды арқалап жүреді дейтін, осындай да рас дерсін. Отағасы жалданып қой бағады. Ел ішінде қойшы деген аты болмаса, өзінің тышқақ лағы да жоқ. Үйімнің үлкенімін деп үй шаруасынан көрі сауда мен сырттың жұмысына 8 жасынан бастап төселген Айша әкесінің қолқанаты. Қыңыр мінезі де әкесінен аумай қалған. Ойға алған ісін жасамаса тынбайтын мінезіне үй іші түгел қанық болған соң, жұмыс жасап жүргеніне ешкімде қой демеді. Айтқаннан істің өнбесін біледі. Қыздарының сыры аян. Ал екінші және кенжесі үй шаруасына көмектесіп, аналарының жанынан шықпай жүреді күні бойына. Айшаның апасы Бибі болса кезінде имамның қызы болған екен. Сол заматта Құдай жоқ деп өсірген еді ғой. Әдірам қалғырлар. Қазақтардың санасын қараңғылаймыз деп не көрсетпеді. Міне сондай бір дәурендердің куәсі бұл Бибі апамыз. Ел іші тығылып ораза ұстап, қашып-пышып намаз оқып жүрген. Атамыз өте иманды, иманына берік кісі болған екен. Содан болар әр баласына Құдай бар деп дұрыс тағылым беріп үйреткен. Осындай тәрбиені алып өсіп өнген осы Бибі апам, ескінің салт дәстүріне сай әке-шешем өз қыздарын еркелетуге, құшып сүюге именген ғой. Кемпірдің қызы болғаннан болар Айшаға шешесі Айған жақындай қоймады. Турасында жақындай алмады. Жанына жұбаныш, әйтеуір аман ғой, көз алдымда жүр деген желеу ақ. Қазақтың осындай ескі салт кесірінен Айша кейіннен апасының көзі қайтқанда да тіптен бертін келе әке-шешесін мойындамай қойған. Анасы екенін білсе де апасынан жасқанып, туған анасына жақындай алмай қалған ғой. Іште қалған сол сызаттың ізін қаншама рет ізім ғайым жоқ етуге талпынған мен сүйекке сіңген салт мойындатқыза қоймады. Бибі апаның діннен хабары мол, алайда бір кемшілігі болды. Айнымас заңдай қалыптасқан Айшаның күн тәртібі еш өзгеріссіз өтеді. Ертемен Ташкенге кетіп, пісірген бәліш пен тәттілерін сатып, қайтар жолға еліне қажетті дүние болмаса ақшалай апарып беруге тырысады. Апыл-ғұпыл ол жақтан ертемен келіп, үйге кіре бере сүрініп қағынып, әйтеуір жиналады. Одан сабаққа шығарда түскі асын аузына салар-салмас мектепке шығып кетеді. Міне, күнде осылай сабағына барып, үйге келе бере қайтадан қарбалас тіршілігіне сүңгіп кетеді. Бүгін таңда да ұйқысынан әзер оянды. Әдетте қиналмай орнынан тұрып кете беруші еді. Бүгін өзіне не болғанын түсіне алар емес. Түнімен жайсыз түстер көріп, мазасыз ойлар, басын шырмауықтай шырмап алған көрінеді. Сол бір келеңсіз жағдай күндіз ойыннан, түнде түсінен кетер еместі.
Айша ол кезде 7 немесе 8 жаста болған еді. Анасына еміреніп, барып келіп, ара-тұра тығылып жүретін. Қанша жерден апаң, атаң болса да дүниеге әкелген ақ мәмәсін емген анаңа еркелеп, омырауына қолды салып жіберіп, мойнына асылғың ақ келеді ғой. Айша да сол күні анасына жасырын еркелеген. Апасы болса бір ата қайтыс болған екен деп кеткен еді. Келер уақыты осыншама жылдан болар ма? Ауызғы бөлмеде бір-біріне емірене қарап, ерелеп отырған ана мен баланы көріп, Бибі апа ышқынып, жөтелгенсіп белгі берді. Құдды бір қылмыс үстінен түскендей, ана мен бала орындарынан атып ұшып, сасқалақтап әбігер болды. Бір демде Бибі апаның отты қадалған домалақ қой көзі өңменінен өтіп кетеді. Бетінде бір күлкінің табы жоқ. Қатырып қойған мүсіндей қақиып тұр. Ашулы көзі қызғаныш пен ренішті жасыруға дәрменсіз. Айша шыдап тұра алмай сыртқа жүгіріп шығып кетті. Артынан баруға айған жасқанды. Ошақ үстінде тұрған қайнап тұрған шәугімге жармаса кетіп, енесіне шай бермек болып демдей бастады. Таңертеңгісін ғана сиырынан сауып алған сүтін қайта ыстық етіп қою күрең шайын берді. Науатын ішіне салып, 5 саусағы мен кесені шиырып ұстап, алақандай әрлі-берлі шайқап отыр, кесе тола шайын. Бұл отырысы белгілі, ренішті, ашулы сәтін осылай аңғартады. Бұл уақытта Айшаны үйіндегілері қам-қауыт тіршілік әсерінен ұмытып та кетіпті. Түс ауды, қыс ауасы болған соң күн ұясына ерте тығылып жатыр. Кешкі мал жандарды жайғастырып, қараңғылық айналаны торлап алғанда барып, Айшаның орны біліне бастағанда бір-бірінен сұрай бастады. Ешкімде байқамаған, көрмеген, жер жұтып қойғандай жоқ. Қанша уақыт өтті арада. Әлі де ізім ғайым кеткен Айшаны алаңдап, үй іші бәйек бола бастады. Кенет әкесі Құлымбеттің есіне ауылдан тысқары жатқан Шайтанкөл есіне сап ете түсті. Неге екені белгісіз осы маң ойына орала берді. Мал бағып келген шарбақ басына байлаулы тұрған күрең атын жетектеп, қайта ерттеп мініп, сонда тартты тіке. Сөйтсе байғұс қыз сол үйден жылап шыққан мезетте-ақ сол Шайтанкөлге бет алып кеткен екен. Шешесіне шеше деп айта алмағанына, әжесіне бауыр басып оны да тастай алмайтынына, екі ортада оттың ортасында қалғандай болған Айша көз жасына ерік беріп, қыс ауасында жаяулатып жетем дегенше кеште батқан екен. Балалығы басыла қоймағаны бесенеден белгілі. 7 жасар ойын баласы не білуші еді. Тек апасының ашулы жүзі ойыннан шықпай жатыр. Әйтеуір бала жүрегінде бір реніш. Тоңған, қарны ашып әлсіреген 7 жасар Айша көл шетіндегі саябырсып, қар арасынан шыққан ши үстіне жатып, ұйықтап та кетіпті. Апақ-сапақ уақытысында Шайтанкөлде ұйықтап қалғаны жақсылықтың нышаны емес еді. Бұл көлдің тарихы да сонау ата-баба заманынан ауыл тұрғындарына ауыздан ауызға аңыздай тарап, ел ішінде желдей есіп жүр. Шайтанкөл дегені де текке емес. Бұл көл тек күндізгі уақытты жаздың шіліңгір аптап ыстығында салқындап алуға сеп бермесе, басқа берер пайдасы жоқ. Әйтеуір кешкілікке саят ойын сауық құрып түнеп шығуға арналмаған жер. Ауыл ішіндегі аңызға сүйенсек, қонуға қалған пенделерді жын ұрып, есінен адасып, қайта ем қонбай, адам кейпінен айнып кетедіміш. Кешкі салқын ауа құлдылай, желмен жарыса жүйіткіп шауып келе жатқан бойына, қызым мұнда болмаса екен деп іштей тілеп-ақ келіп еді. Әттең, адамның емес Алланың дегені болады. Мана үйден шығарда қолына шам да қыстыра салмаған екен. Бар даусымен Айша, қызым деп бірнеше мәрте айқайлап шақырды. Ешқандай белгі жоқ, өлі тыныштық. Қолшам ала шықпағанына өкініп тұр. Кенет қалтасынан жалмажан оттық сіріңке іздей бастады. Әне оттығын тауып лезде жаға кетті.
2-3 адымдай жерде қарайып қызы жатыр екен. Суық өтті ме, әлде басқа нәрсе ме, қыз ұйықтаған қалпынан тұрмады. Атқа қызын мінгестіріп, алдына отырғызған күйі қамшысын алып, жануарының құйрығынан 2-3 мәрте салып, чу-чу деген күйі заулап ауылға барар жолға түсті. Үйіне ес-түссіз күйінде әкесі көтеріп кіргізді. Жылап-сықтап апасы мен шешесі қарсы алды. Пеш жанына жатқызып, демін тексеріп, бәйек болып жатыр. Байғұс ата-ана қорқып қалған екен. Құлымбет қайта атқа қонып, ауыл дәрігерін әкелуге кетті. Негізінен бұл уақытта көлік деген болатын. Оның өзінде Волга көлігі барлық үйде емес, бірыңғай бай бақуаттыларда ғана болатын. Дәрігер Медбике қыз қалада оқып келген көршілес ауылдағы Мыңғарбайдың қызы Ләйлім дейтін қыз еді. Тексеріп көрген еді, барлығы жақсы, шошып қалған. Суықтап қалғаны да бар деп дәрі-дәрмегін егіп, ем-домын жасап кетті. Ыстық-ыстық шай, сүт беріп, анасы бәйек болып жүр. Бәрінің көңілінде бір күдік, айтуға ауыз бармайды. Енді не болар деп уайымдағандарын бір-біріне айтуға да дәттері барар емес. Құлымбет сонда да жаны тынып тыныш таппай тыпыршып кіріп шығып жүр. Ақыры болмаған соң имам атаны әкеліп дем салдырмақ болды. Дер кезінде жасайын, ертең кеш болып жүрмесін деп түн ортасы болса да имамды әкелуге тағы да шықты. Мұнысы жөн болған екен. Ауыл имамы Оразбай ата демін салып, білген жөн жоралғысын жасап, Айшаны қайта-қайта оқыды. Ақырында не керек, бұл үй бүгін таңды ұйқысыз аттырды. Оразбай ата балам-ау деп Құлымбетке қарап, ерте әкелгенің жақсы болған. Құдай оңдап зиян келе қоймапты десе де, апақ-сапақта ұйықтап қалғаны бар. Айдала жапан түзде жалғыз шошыңқырап қалған екен қызымыз. 7 күн дем саламын, зияны жоқ деп сөзін аяқтады. Үй іші сансыз шүкірлерін айтып, қыздарының бір бәледен аман қалғанына Құранын беріп тыныш тапты. Осы кездегі алған қорқыныш үрейі арада 8-9 жыл өтсе де, Айшаның түнгі ұйқысының құтын қашырып бітеді. Десе де, бұл түнгі ауыр оқиға көрген түстей өткеннің еншісінде қалды. Сонда да Айша екі оттың ортасында бой жетті. Өте қиын жағдай екен дейді кейіпкер апам. Әкесі қойшы, анасы үйде, апасы болса Зейнетте, 2 сіңлісі де әлі де оқушы, аузынан ана сүті кетпеген балалар. Гүлім мен Ерке Айшаға қарағанда бостау болды. Айша үй тірлігі, көше жұмысы, қора қопсы, ер адамның жұмысы бәріне де жүгіре беретін. Айшаның жастайынан бейнеткеш болуының бір себебі де осы апасы болды. Неге десеңіз, құлақ түріп тыңдаңыз. Себебін сізге жеткізейін, құрметті оқырман. Бибі апада кезінде аса қауіпті рак ауруынан зардап шеккен екен. Қылтамақ ауруымен ауырып, емі жоқ көнесіңдер, күтесіңдер деген сөзді естіп, шарасыз отырғанда Бибінің марқұм күйеуі тұрған ел аузынан естіп, бір қалта көкінар, есірткі тауып көтеріп келеді. Ол заманда мұндай табу қиын. Қазіргіде қай кезде болмасын қылмыс іс болып табылады. Сол көкінарды тұтынғалы бері сен көр, мен көр, әлгі тамағындағы аты жаман без осы көкінардан соң қатып қалып, өлім аузындағы кемпірінің беті бері қараған екен. Ем үшін біраз көкінарды тұтынған. Алайда ұзақ уақыт қолданған соң тәуелділігі артып, кейіннен құлан таза айықса да дертінен мына көкінарды тастай алмай қалған дейді. Бұл пәленің бағасы да у мен захар. Құлымбеттің бар табысы осыған кетеді тіпті. Оны тұтынбаса қалтырап, дірілдеп жатып қалады. Бибі апа бірақ намазын оқып, оразасын тұтып жүреді. Міне, қол жетіспеушілік кесірі үйдің тұңғыш қызы Айшаны ерте есейткен. Ақша жоқ болып қиналып қалған кездері көкінарға қолдары жете алмай қалғанда
апасының төсек тартып қалшылдап қалғанын талай көрген Айшаның мықты болмасқа амалы жоқ. Міне, содан соң ас үйге де бейімді болып, сиыр сүтінен үйдегі тауықтардың болғаны да жақсы болған екен. Қолдың жұмыртқасынан сап-сары етіп тұрып, түрлі дәмді тәттілер пісіріп, тіпті кейіннен қолы үйренген соң нан жауып, Ташкентке апарып сатып жүрді. Мұның өзі үйге үлкен көмек. Міне, осылай кішкентайынан Айша саудаға бейім болып өсті. Мектебінде де жүйріктілігінің арқасында талай көзге түсіп, математика және спорт саласының үздігі атанып жүрді. Күйбең тіршілікпен күнелтіп жүргенде Айша 10-шы сыныпқа да аяқ басты. Бұл уақытта өз қажеттіліктерін өзі өтеп, киер киімдеріне дейін өзі алып, апасына да қарасып, үй ішіне де жәрдемі тиіп жүрді. Алла әмірі осылай болды ма екен, 75 жасқа аяқ басқанда Бибі апа дүние салды. Әрине бұл қаза Айшаға өте қатты ауыр соққы болды. Қимайды екен, көндіге алмай біраз жүрді. Бар сырын шешемен емес, апасымен бөлісетін. Алла жайлы, өмір жайлы, жан қалауы, жүрек жайлы, емін еркін апасымен ғана сөйлесе алады екен. Біреуге ренжісе де, ашуланса да, қауқарсыз болса да, қуанса да, бәрін апасымен бөліскен екен. Осының бәрінен бір сәтте көз жазып қалған Айша өгейсініп қалды. Жапан иен далада өзін жалғыз сезінді. Амал жоқ, тірі адам тіршілігін жасау керек деп, бәз баяғы тірлігіне қайта аяқ басты. Арада жылда жылжып өте шықты. Жоқшылықтың кесірінен Айша оқуға да бара алмай қалды. Үй жағдайына қарап, жұмыс жасап, өзі үшін емес, үйім, отбасым деп өмір сүріп бастапты. Қарап тұрсаң, Айша әу бастан өзі үшін емес, басқа үшін, өз қалауы үшін емес, басқаның қалауы деп өмір сүріп келген екен. Кішкентай кезінен қаланған осы кірпіш енді әсте өзгермейді-ау. Ірге тасы басқа үшін қаланғандай. Бүгін міне, мектеп бітірушілердің бітіру кеші болмақ. Ал Айшаның әдеттегідей ел қатарлы киер киімі де жоқ. Қатыспаймын, бармаймын деп үйде бүк түсіп жатқан жерінен әкесі Құлымбет қызым үшін деп қорадағы соңғы 2 қойын, шешемнің жылдық асына деп қойып отырған қойларын сатып, жарты ақшасына қызына көйлек пен туфли алып берді. Күріштің арқасында күрмек те су ішеді дегендей, қаумалаған қарыздардың бірең сараңына жарты ақшаны таратып берді. Айша алған арзан көйлегі мен туфлиіне риза болып, көңілді болып кешке барды. Әкесі екеуі ең арзан дегенін алған болатын. Соның өзіне шүкір деп Айша көңілді болып, кешке үйінен шыққан еді. Алайда көп өтпей, 1 сағаттың шамасында Айша үйіне қайта оралды. Сыныптастарының барлығы түгел дерлік, бални аппақ әдемі көйлек киіп, сәнденіп келген екен. Олар мен өзін салыстырған Айша кірерге тесік таппай, намыстан өртеніп жылап жіберді. Ауырып тұрмын деген желеумен ерте қайтты сол себепті. Қызының ерте келгенін көрген Айған айтпаса да не болғанына іштей қанық. Қолының қысқалығына күйініп, ана байғұс та көз жанарын шарасыздықтан жасқа палшып алды. Үйге келе жастыққа бетін тұншықтырып, өкіріп тұрып әбден жылады Айша. Күйінді, налыды, ашуланды, өкінді, апасын іздеп ішқұса болып, одан беттер көз жастарын көлетті. Іштегі айтылмаған мұң мен сыр бойжеткен Айшаны жегідей жеп жатты. Жаныма жұбаныш етіп, басқалар секілді оқуға да түсе алмадым. Неге менің жолым ауыр? Бұл не деген өмір, не деген қатыгез тағдыр деп, сан сұраққа жауап таппай қиналып болды байғұс қыз. Таң атпай қылау бере сиырларын өріске айдап шыққан Айшаның құлағы бір ырду-дырду сөздерді естіді. Жар шетіне жүгіре барып, тығылып тұрғанда сөздерінен өз сыныптастары екенін аңғарды.
Сірә үйлеріне енді ғана қайтып жатыр-ау деді іштей. Кенет өріске шыққан сиырларды көрген сыныптастарының ішіндегі пысықтай біреуі: «Әй, мынау қос сиыр Айшанікі ғой, өзі айдап келді-ау» деп қойып қалды. Мұны естіп тасада тығылып тұрған Айша сыныптастарының жанынан тезірек өтіп кеткендерін қалап, тілеп тұрды. Олар кетісімен жар басына шығып, өкіріп тұрып айғайлап жылап алды тағы да. Арада айлар өтті. Айша аудан орталығынан жұмыс қарастырып, сонда істеп жүрді. Жұмыс таңдамады, ауыр деп қашпады. Шыққан ақшасына тәуекел деп жасай берді. Бірде асхана, бірде шаштараз, солай жүріп өзінің ептілігін аңғарып, сонымен жұмыс жасай алды. Обалына не керек, Айша жігіт атаулыға мойын бұрып қарамаған жан. Алайда Айшаның жай күйіне қарап, сырттай қанық боп та қалған асханадағы қожайынның ұлы мұны сырттай ұнатып жүрген. Бір күні сол Самат Айшаны ескертусіз алып қашты. Аяқ асты келін атанғанына Айша налып, қаншама мәрте жылап, көз жасын көл етіп, қарсылық танытып, арпалысқанымен соңғы шешімді әкесі Құлымбет қуғыншылардан жеткізе жіберіпті. Сол үйден өлсең өлігің шықсын. Қайтып келген қыз жаман. Алғашқы аттаған босағаң деп басу айтып көндеген екен. Бұған дейін отбасым алып кетеді деп күтіп отырған Айшаның сағы сынды. Солғын жүзі жерге кіріп барады. Оқимын деген үміті аяқ астына тапталғанына ызасы келді. Ата енесінің ауданда 2-3 асхана, бірнеше тойханалары мен жалға берілген кәсіп орындары көп екен. Бір сөзбен Айша байдың ерке шонжал баласына тұрмысқа шыққан көрінеді. Беташар салты өтті, қалың малын елде жоқ етіп апарды. Ауыл әйелдерінің аузында пәленшенің оқымаған қызы пәлен мың алды. Осы қыз озды ей деген өсек желдей есіп жүр. Құлымбет ескінің адамы. Ол үшін қыз балаға мансап қуудың қажеті жоқ. Теңін тауып, үй болып кетсе, мұнан асқан қандай бақыт керек дейді. Күн ұясына қонып кеш қарайды. Даңғарадай үй ішіндегі түкпіргі бөлмеге Аянның жеңгелері аппақ жайма жайып, төсектерін сала берді. Шымылдық астында әлі де басына көрінген тағдыр жазуына көндіге алмай, Айша көз жастарын төгіп отыр. Бөлмеге кірген Аян есікті жаймен жауып Айшаға қарай жақындады. Жейдесін шешіп келе жатқанынан Айшаның зәресі зар түбіне кетіп, көздерін қатты жұмып алды. Сөйтсек бай баласы Аянда да аз сабыр ынтық болып тұрған жоқ екен. Тек әкесінің айтуымен үйленген болып шықты. Осыншама дүниеге қол жеткізіп отырған Балғабай мырза Айшаның бойындағы асыл қасиеттерді байқаса керекті. Осы қызға үйленесің, басқасын айтушы болма. Сені адам ететін осы қыз көрде тұр деген екен. Айшаның жаны қаламаса да, тәніне тиген алғашқы еркектің қолы тула бойын тітіркендіріп, одан армен өз-өзін жек көре түсуге мәжбүрледі. Есік сыртынан тосып тұрған қос жеңге бүгін сүйіншімізді аламыз деп жыртыңдасып тұр. Сықылықтап күлген олардың дауыстары есік сыртынан еміс-еміс естіледі. Бұл түн бүгін өту керек, әйтпегенде өзіңе қиын. Ата-анаңа ұят келеді, Айша, деді Аян. Оған сұраулы өңменімен қарап. Көздерін тарс жұмып жылап отырған Айшаның бұл көнгеннен басқа амалы да уәжі де жоқ еді. Міне, жайма шуақ жаздың бір түнінде кешегі қыз бала болып жүрген Айша бір түнде әйел болып жетіліп шықты. Таң сәріде бөлмеден шыққан Аянның ізінше қос жеңге кіріп келіп, бос жатқан төсекті қызыл белгісі бар жайманы қолына алып тұрып, бір қуыста жылап отырған Айшаға: жарар енді. Бәріміз де осылай келгенбіз. Әлақ үйреніп кетесің келінжан, деген жеңгелер жайманы алып тысқа шығып кетті. Бай баласына шықса да көрер қорлығы мен көнер тағдырдың тезі дайын тұрғаны. Айша үшін беймәлім дүние еді.
Өзі сүйіп, қалап шыққан азаматы болса, мұнша қиналмас еді-ау. Бұрын соңды тілдесіп көрмеген бөгде адаммен отандасу ол үшін мүмкін еместей көрінген. Алайда бүгін мүмкін болғандай. Тіпті бірер минуттан соң өміріңнің қай арнаға ауысарын білмейді екенсің. Болашағың бір Аллаға ғана аян. Сондықтан адам қандай пейіл ниетпен күн кешсе, болашақтан алар жауабы соған сай келуі бек мүмкін. Жақсылық көрсең өзіңнен, жамандық көрсең өзіңнен деген. Тектен текке айтылмаған адамзат. Еңсесін тіктей алмай, бар үміті әкесінде болған Айшаның болашақтан күтер жақсылығы да бір сәтке семіп кеткендей көрінді. Өмірінде алғаш рет қазақтың қызы болып туылғанына налып алды. Бас салып танымайтын адамды қалай ғана алып қашып кетеді деген оймен күні бойы сүйреліп жүр әйтеуір. Жолдасы Аян үйінің тұңғышы, айтқандай жалғыз тұяқ. Өзінен соң екі қарындасы бар. Балғабай ата мен Нұрыш апаға ұл болса Аяннан соң тұрақтап қала алмаған. Беруші Алла жасына толар толмас 3 ұл бала періштені қайта өзіне алған екен. Байдың да мұңы бар деген рас, я. Балғабай мен Нұрыш дәулеттері тасыған бақуатты жандар болса да, сондай қарапайым кісілер. Ой пірмай, мұндай жандар ілуде біреу ғана шығар. Байдың байбишесімін деп үлде мен бүлдеге оранбай-ақ, алтын жақұт тағынбайда қарапайым болып күн кешуге болады екен. Иә, осы қасиеттері үшін түгел ауыл бұл отбасыны жақсы көреді. Құрметті азаматтарымыз деп жүрген жерлерінде сый-сияпат беріп сыйлап жүреді. Бірақ жалғыз ұлы сәл еркелеу. Осы баламыз аман болсыншы деп бетінен қақпай дайында өмір сүрген Аянға үйлендім-ау деген ой кіріп шығып та тұрған жоқ. Сірә миына. Басқа жас отбасылар секілді қалай күн кешемін деген уайым жоқ, қамнен қаперсіз, ойсыз жүр бұл бала. Сонымен не керек, қос құдалар көрісіп, арада салт дәстүр, жөн-жоралғылар жүріп, бір-бірінің үйінен дәм таттырып, сыйластықтары артып жүр. Алған әйелің ақылды болса, басыңда басы артық мәселе болмайды. Дәлел осы Нұрыш апа, жалаң аяқ құда мен құдандалы болдық деп жатқан жоқ, риясыз, кіршіксіз, сыйласып, сіз біздіктерді артып отыр. Тіптен құдағыйы айғанға басы артық дүние әкелмеңіз. Елдің не шаруасы бар? Бастысы өзара түсініп, ұғыныссақ болды құдағый дегенге айған байғұс жылап жіберген. Қызымның бағы жанған екен деп. Бағы жануын жанадау, бірақ оңай жерде бақыт маған кел деп шақырмайды. Бақытты отбасы болу үшін біраз сынақ пен қиын күндерді артқа тастап өту керек.